тойында қыз балалар ер балаларға, жігіттерге ұйықтап қалмасын деп жақсы тағамдардан ұйқаша дайындаған. Ұйқаша қыз жігіттердің сезімін арттыруға көмекші болған. Алып келіңіздер қыздардың сізге дайындаған дәмді тәттілері. Ал жігіттер ұйқашадан дәм татқан соң қыз балаларға әшекей, айна, тарақ сияқты бұйымдарды сыйға тартқан екен. Бұл дәстүрді қазақ халқында сыйлық еткізер деп атайды. Сыйлықтарыңызды бере қойыңыз. Осындай дәстүрді ер балалар қыздарға, қыздар ер балаларға жасаған екен. Біліп жүрейік. Рахмет.